Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылындағы номер 1 жалпы білім беретін мектептің көркемдік пәнінің мұғалімі, педагог-модератор Шанышбаева Арайлым Манасқызы. Менің педагогикалық идеямның тақырыбы экодизайн, қайта өңдеу материалдарынан бұйымдар жасау. Экодизайн, қайта өңдеу материалдарынан бұйымдар жасау педагогикалық идеясы көркем еңбек пәні арқылы оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға бағытталған. Жоба барысында оқушылар тұрмыстық қалдықтарды, пластикалық, қағаз, картон, мата, тағы басқа бұйымдарды қайта өңдеу арқылы жаңа сәндік және функционалдық бұйымдар жасайды. Бұл үдеріс балалардың қиялын дамытып, дизайн ойлауын қалыптастырып қана қоймай, ресурстарды үнемдеу мен тұрақты даму қағидаларын тәжірибе жүзінде меңгеруіне мүмкіндік береді. Экодизайн оқушылардың еңбекке қызығушылығын арттырып, эстетикалық талғамы мен экологиялық санасын үйлесімді дамытуға ықпал етеді. Сабағымыздың мақсаты қайта өңдеу материалдарын көркем еңбек сабағында тиімді пайдалану арқылы оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру, шығармашылық және дизайн ойлау қабілеттерін дамыту, табиғатқа жауапкершілікпен қарау дағдыларын тәрбиелеу. Міндеті оқушыларды қайта өңдеу материалдарының түрлерімен және олардың мүмкіндіктерімен таныстыру. Экологиялық тәрбие беру арқылы қоршаған ортаға ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру, шығармашылық қабілет пен эстетикалық талғамды дамыту, қол еңбегі арқылы практикалық дағдыларды жетілдіру, дизайн элементтерін қолдану арқылы бұйым жасаудың кезеңдерін меңгеру, үнемшілдік пен саналы тұтыну мәдениетін қалыптастыру, топтық және жеке жұмыс арқылы ынтымақтастыққа баулу. Қазіргі таңда экологиялық мәселелердің күрделенуі білім беру саласындағы экологиялық мәдениетті ерте жастан қалыптастыруды талап етеді. Осыған орай экодизайн бағытындағы педагогикалық идея оқушыларды табиғатты қорғауға, қалдықтарды тиімді пайдалануға үйрететін маңызды құрал болып табылады. Сонымен қатар, бұл тәсіл қазіргі білім беру жүйесіндегі тұрақты даму, жасыл экономика және экологиялық тәрбиені интеграциялау қажеттілігімен тығыз байланысты. Сондықтан оның маңыздылығы күннен күнге артып отыр. Жүзеге асырудың кезеңдері, яғни бірінші кезең мотивациялық танымдылық, екінші кезең жобалау, үшінші кезең шығармашылық орындау, төртінші кезең бағалау және таныстыру болып табылады. Сабақтың үлгісі бізде тақырыбымыз, яғни экологиялық қағаздан